жоқ, құдай аспан домал ғалам, мен сенің түріңді көріп тұрмын да, бірақ сен енді әр кезде нетіп аласың, жөнделіп аласың. Бірақ енді астында көрдім мен. 18% құдайдық емес, ол тіпті жаман сенің. Бұлтты арамдылығын көрдім астында. Бірақ үстінде енді құдай аспан домал ғалам 95%-ға жарық, ұлы, қасиетті, жарық, бірлік, жалғыз домалақ ғаламды. Топас енді бітпүшлік бар ғой, енді білесің ғой енді. Сен сонда бұлттайсың 18% құдайдығымен. Жақын бітпүшлікті 100% бұлттайсың. Бұлттағанда қалай енді 18%-мен бұлттайсың, бірақ 1%-дан қосып, сол бітпеушілікпен өзіңді қосасың ғой әр кезде. Өсе бересің. Бір сөзбен айтқанда бәр жағынан өсе бересің. Домал ғалам, құдай, аспан 100% ең биік күш, жарық аспан. Білмеймін. Жоқ, енді топас бітпеушілікке мен не істеймін? Сен не істейсің, басқа біреу не істейді, ауаға кім не істейді? Сенің әділетшілік 99% ауаны. Былай айтқанда 100% бәрі бар мына ішінде. Білмеймін. Негізі енді жақын бітпеушілікте неме бар, енді осында бар шығар, білмеймін. Бірақ бітпеушілікте немене бар, немене жоқ. Мен былай түйсік оймен ойлағанда, білмеймін. Кім айта алады? Кім айта алады, немене бар, немене жоқ? Білмеймін. Сен оған неме істейсің, мына ауаға неме істейсің, түк істей алмайсың, жерге неме істейсің. Бірақ білімнің бәрін сенен жинайсың. Енді сен құдайсың, мені жаратқансың. Бірақ сен маған бірдеңе істей аласың. Мен саған сүйіну керекпін. Мен саған түк істей алмаймын. Құдайға неме істеймін мен? Бірақ артық кетсең, сен өзің артық кеттің, болды. Сол үшін сен сондай жаман арамдық, бұлттығыңды көрсеттің. Мен көрдім. Қазір өтіп кеткен шығар енді. Маған тиісуді қойдым қазір біраз, мен есімді жиып келе жатырмын. Құлағым сыбырламайды. Мына жерім ғана ауырып тұр, білмеймін. Мына жерге басып тұрсың. Сөзіммен бе, 18% құдайдығымен бе, білмеймін. ешкімді енді құдайға сүйену керек. Соны білем.